Онда өміріңіздің бәрін осы аямаңыз еш нәрсе. Ақша ма, ақша. Жаңағыда рахатыңыздың ішіңіздегі ең жұмсау қиын нәрсе рахатыңыз. Көмектесіп жібересіз, болды, оңай. Өзіңізді оңайлатуға тырысыңыз. Болды, мен қазір барам. Дөңгелегім жарық, болды, қазір мен сол жақта барам. Қай жердесің? Қиын болса да бар, апар өзіңді қинап болса да. Омар ибн Абдул-Азиз мысалы рахимахулла айтқандай, Аллаға сүйікті амалдардың ең жақсысы дейді кейде өзіңді қинап істеген амалдарың дейді. Сен оны қинап істемейінше ол оңайға айналмайды. Ал бірақ сен білесің ол амалдың жақсы екенін, ол амалға жетпесе болмайтындығын да білесің. Бірақ қинағың келмейді өзіңді. Тек Алладан сұрап атасың, Раббым осы амалды маған берші. Алла тағала оған жігер сал дейді, біз берші дей береміз. Оған бір мысал, сол немен аяқтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде түн намазын оқып, Али радиаллаху анху мен жаңағы Фатима анамызды тәрбиелегісі келіп, түнгі уақытта екеуіне тахаджуд оқығаннан кейін екеуіне барып кіреді де есігін қағып, Али, Фатима, түнгі намаз оқымайсыңдар ма сендер?